Қаңтар оқиғасының осы Маңғыстаудан бастау алды. Содан бері міне 3 жыл өтті. Сол халықтың қойған талаптарының ең негізгісі бірінші күнгі талаптары халықтың газ елу болды. Басқа енді қандай өзгерістер болды деп десек, ешқандай өзгеріс жоқ. Маңғыстауда сол баяғы жұмыссыздық, сөз бостандығын тежеу, сол ауылдарымыз сол күйі жаңағы даму ондай қарқынды деңгейде деп айта алмаймыз. Бірақ енді жайда болса жаңағы ауылдарымыздың жолдары дұрысталып, енді қаланыкі сірә дұрысталады ғой. Енді аз да болса сондай бір жұмыстар жүріп жатыр. Сосын жаңағы біздің ауданға, өзімнің жеке ауданым бойынша айтатын болсам, аурухана салынып жатыр. Ол да әлі біткен жоқ, енді жақында бітеді деп жатыр. Халықты арандатты, қандай да бір топтардың мүддесі болды билікке баратын. Халық өздігінен ешқашан бейбіт шерулерге шықпайды. Қаңтар қайталануы мүмкін бе? Ойланатын болсақ, мен ойлаймын, қаңтар қайталанбайды. Себебі қаңтардағы халықты жаңағы түрлі азаптау әдістерін қолданған полиция қызметкерлері жазаланды деп жатыр ғой. Жазаланса да бәрібір халық әділетсіздіктің бар екендігін, әділеттіліктің заң аясында әділеттіліктің жоқ екендігін білеміз ғой. Ол барлығына аян. Халық біріншіден аузы бірікпейді халықтың. Жұмыс орындары көптеп ашылып, халық жұмыспен қамтылатын болса, онда халықтың әл-ауқаты да жақсарады. Екіншіден, сосын жаңағы мына елде әділеттілік болса, әділеттілік орнау үшін заң жұмыс жасау керек. Жастардың болашағына қатты алаңдаймын ана ретінде. Себебі бүгінгі таңда жастардың жұмыссыздығы, жұмыс жасап жүргендерінің мардымсыз жалақылары мені қатты алаңдатады. Ал енді Қазақстанның болашағына сенемін мен, себебі білімді жастар өздерінің өмірден керегін алып жатыр ғой. Егер білімді жастарды өсіріп шығатын болсақ, олар міндетті түрде кәсіпті дамытады, міндетті түрде өздерінің жанұяларын дұрыс асырайды. Кәсібі даму үшін өзінің кәсіпорнында жаңағыдай жұмысшылармен тіл табысу үшін енді барлықта бәр жерде де әділеттілік болу керек болады ғой. Сондықтан сол білім жағынан да жастарды назар аудару керек, білім жағынан да.